Кайырлы күн. Бүгін біз сіздермен Freezing және Arduino бағдарламаларын жүктеуді үйренетін боламыз. Екі программаны да біз официально сайттардан жүктейтін боламыз. Ол үшін өздерінің официально сайттарына кірейік. Біріншісі ол Arduino CCC сайты. Бұл сайт негізінен ағылшын тілінде, бірақ Google перевод арқылы орыс тіліне перевод жасауымызға болады. Бұл жерде керекті батырма бізге программное обеспечение және загрузка батырмасы. Бұл видео түсірілу барысында қазір бізде көрініп отырған версиясы Arduino 1.8.9, ал алдағы уақытта ол жаңа версияларын өзгеріп отыратын болады. Және де өзімізге керекті операциялық жүйемізге сай керекті түрін таңдауымызға болады. Біздің жүйемізде Windows. Егер мұқият қарайтын болсақ, Arduino 2015 жылдан бастап қолданысқа ие. Қазіргі таңда 33 миллионнан көп жүктемеге ие. Бұл жерде біз платный бағдарламаның платный түрлері бар, және де бесплатно скачать етуге болады. Ол үшін просто скачать батырмасын шертеміз. Басылғаннан кейін жүктелу орындалып, бізде Arduino'ның 1.8.9 нұсқасы жүктеліп жатыр. Енді Freezing бағдарламасын, программасын скачать етейік. Ол үшін freezing.org сайтына кіретін боламыз. Ол Freezing программасының өзінің официальный сайты. Официальный сайтына кіргеннен соң негізінен Freezing бағдарламасы бізге байланыс орнату үшін, яғни байланысты қалай орнатуға болатынын үйренетін боламыз. Сол байланыс арқылы кодты скетчті жазатын боламыз. Freezing программасын скачать батырмасын шерту арқылы скачать етеміз. Және де өзімізге керекті нұсқаны таңдаймыз. Біздің жүйеде ол Windows жүйесіне скачать етеміз. Өзімізге керекті 32 немесе 64, бізге 64 биттегі керек. Freezing жүктеледі. Енді ары қарай алғашқы жүктеген Arduino'ның 1.8.9 нұсқасын компьютерімізге орнатамыз. Оны орнату өте оңай әрі қарапайым. Үстіне шерту арқылы келесі батырмаларды далее next батырмаларын шертетін боламыз. Қарапайым түрде орнатылады. Бағдарлама орнатылып болғаннан кейін бізге Arduino'ның қарапайым стандартты беті ашылады. Енді ары қарай баптау жасайық. Файл настройка батырмасын шертіп, размер шрифттерін өзгертуімізге болады. 14-ке қойып көрейік. 14 кішкентай болса, үлкейтіп өзімізге қалағандай 25 мысалы қойып көрейік. Егер бұлай операцияны орындап отырғанын келмесе, Booster клавиші, яғни контрол батырмасын басып отыру арқылы тышқанның ортасындағы дөңгелекшесін айналдырып, үлкейтіп кішірейтуімізге болады. Екінші настройка ол әртүрлі компиляция болған сайын сақтап отыру немесе қолдан сақтау батырмасына галочка қоюымызға болады. Яғни бұның бізге керегі жоқ, алып тастаймыз. Тағы да келесі номер строка алып тастасақ, номер строка алып тасталынады. Қойсақ, галочка қойсақ, строка, яғни нумерация бойынша бізге көрініп тұратын болады. Яғни бұл бізге строканы көріп отырған дұрыс болады. Басқа настройкаға тиіспейміз, қалғандары стандартты күйінде қалады. Және біз алдағы уақыттағы практикалық сабақтарда біз меню қатарымен, құрал саймандар қатарымен, және жұмыс аймағымен, және бізге сообщение, яғни сообщение көрсететін аймақпен алдағы уақытта бұл сабақтарда танысатын боламыз. Қазірге осы. Енді біздің екінші программамыз ол Freezing программасы. Freezing программасы да қарапайым түрде жүктеледі. Freezing бізге орнатудағы мақсатымыз, яғни ол алдағы уақытта Arduino'ның байланысының қалай жүретін осылай виртуалды түрде Freezing бағдарламасын виртуалды түрде жасап алуымызға болады. Сосын Arduino программасында сол байланыс бойынша
Sketch'te немесе программаны кодтарда жазатын боламыз. Яғни бұл жерде макетный платаны басып, өзімізге керекті Arduino'ның платасын таңдап аламыз. Бұл бізге керекті Arduino Uno платасы. Ары қарай макетный платаны таңдаймыз. Ары қарай шетіп Blade жазуын жазып, яғни тақташа өзімізге керекті макетный платаны таңдап аламыз. Мысалы 30-дық макетный плата немесе басқа түрлері бар. Бұнда макетный платаның көптеген түрлері бар. Бұл макетный платалармен біз алдағы уақыттағы сабақтарымызда танысатын боламыз. Әзірге осы. Бұл Freezing және Arduino программалармен алдағы уақытта келесі сабақтарымызда танысатын боламыз. Сау болыңыздар.